Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 10 минутта дайын болатын өте дәмді пицца жасайтын боламыз. Осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Подписация белгісін басып, қасындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызды алып, жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Мен бұл жерде 2 пиццаға арнап жасадым. Описание бөліміне бір пиццаға арналған рецепті жазып қалдыратын боламын. Жұмыртқамыздың үстінен майонезімізді осылай қасықпен өлшеп салып аламыз. Үстінен қаймағымызды саламыз. Өте оңай дайындалады. Ашытып 2 сағат күтудің қажеті жоқ. Осылай дайындап аласыздар, пешке салып 10 минутта дайын болатын өте дәмді пиццалардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен жұмыртқамызбен осы майонезді массамызды біркелкі етіп араластырып шығамыз. Және де үстінен тұзымызды саламыз. Алдын ала електен өткізіп қоямыз. Онымызды дайындап, сол кезде қамырымыз өте керемет көтерілетін болады. Ас қасықты осылай толтырмай өлшеп салып аламыз. Бізге бір пиццаға 9 ас қасықтай ұн кетеді. Соны салып, мен 2 есе көбейтіп жасап жатырмын. Және де ең соңынан қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің пиццамыздың қамыры дайын болады. Өте оңай рецепт. Мен бұл рецептпен үнемі жасаймын. Қазір 2 сағатқа ашытып қоятын пиццаны мүлдем жасамаймын. Өйткені өте тез пицца жеген келген кезде осылай жасайсың да 10 минутта пісіріп алып жей бересің. Дәмі де жұмсақ, ауызда еритін болып шығады, сондықтан осылай жасап көріңіздер. Енді пергамент қағазымызға салу керек. Міндетті түрде бұл сұйық қамыр болғандықтан жабысып қалуы мүмкін. Өзіңізге қалаған формада жасасаңыздар болады. Біз 4 бұрышты етіп үлкен пицца жасаймыз. Дәл осы қамыр бойынша дөңгелек етіп жасасаңыздар да болады. Қамырымызды осылай барлық жеріне жеткізіп, жағып алдық. Енді оның үстінен кетчупымызды құйып шығамыз. Барлық жеріне жеткіземіз. Майонез қосудың қажеті жоқ. Тек қана кетчупты алып, щетканың немесе осылай қасықтың көмегімен біркелкі етіп жағып аламыз. Қамырымызбен араласып кетпейді. Қатты баспай, осылай ақырындап біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Алдын ала бетіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Ірімшікті күштен өткізіп, колбаса қосатын болсаңыздар, шұжық қосатын болсаңыздар, кесіп дайындап қоямыз. Енді осылай сырымызды, мен моцарелла және комо сырды пайдаланамын. Сол кезде өте керемет созылып тұратын пицца шығады. Жарты бөлігін пиццамыздың осылай кетчуптың үстіне орналастырамыз. Қызанақ пен шұжықтан жасаймыз біз. Біркелкі етіп, өзіңіз қалағанша орналастырып шығыңыздар үстіне. Осылай барлығын орналастырып болғаннан кейін әдемілік үшін қалған ірімшігімізді үстіне сеуіп шығамыз. Ірімшігі көп болған сайын біздің пиццамыз өте дәмді болып шығады. Осы орегано дәмдеу үшін міндетті түрде қосыңыздар. Өте керемет иіс береді және пиццериядағыдай пицца болып шығады. Қызып тұрған пеште максимальный градуста 10 минутта ұстаймыз. Осылай қызарып піскен кезде аламыз. Өте керемет жұмсақ болып шықты. Жазбаша рецебін описание бөліміне қарап көріп жасай беріңіздер. Егер менің рецебімен жасасаңыздар, міндетті түрде комментарий бөліміне жасағандығыңыз туралы айтып кетсеңіз, өте қатты қуанышты болар едім. Осындай болып шықты. Пиццамыз асты, іші толығымен піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Алдағы уақытта осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп кетіңіз.